Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен осы тарауды қайталаймыз. Яғни осы тараудың қорытындысын шығаратын боламыз, өз-өзімізді тексереміз. Бүгінгі тақырып өзіңді тексер. Бұл бізде 119 сабақ математика пәні 2 сынып. Бұл сабақта есептерді талдауды және шығаруды, кересептер шығаруды үйрендің. Яғни біз бұл осы тарау бойынша жалпы үйрендік. Құрама есептер мен жай есептерді ажыратуды үйрендік. Екі алмалмен және одан да көп алмалмен шығатын есептерді шығаруды үйрендік, талдауды үйрендік. Енді тура және жанама сұрақтармен берілген есептерді ажыратуды үйрендік. Жақсы, енді ары қаратай келесі білу. Бүгінгі білесіңдер балалар, менің алдыңғы видеоларымды үзбей көріп жүрген болсаңдар, мен сендерге осы өзіңді тексер деген сабақ болатын болса, мен толығымен жауабын бермеймін ешқашанда есептердің. Себебі әр нәрсе әділ болу керек. Мен сендерге осы уақытқа дейін бүкіл, мысалы бір тарауды аяғына дейін өтетін болсақ, мен сендерге барлық жауаптарымен шамам келгенше барлығын көрсетіп беріп отырмын. Балалар, сосын ескеретін бір жайт, кейбір кезде мен видеоларымда қате кетіп қалуы мүмкін. Мен сондай кезде өзімнің қателігімді закрепленный комментарийға жазып қойып тұрамын. Соған назар аударып тұрыңдар. Жарай ма? Енді қараңдар, мен сендерге ешқашанда жауап бермеймін өзің тексер деген кезде. Мен сендерге тек қана ол жерде үлгісін көрсетемін, айтып түсіндіремін. Ал арғартай жауабын табу, арғартай соңына дейін есепті жеткізу, ол сендердің міндеттерің. Себебі енді бір тарау бойы жалпы барлық есептерді талдап беріп жатырмын, шартын құрып беріп жатырмын, сұлбаға есеп құрастырып жатырмыз, сұлбаға қойып жатырмыз есептегі мәліметтерді. Осының барлығын үйрендік, барлығын көрсетіп беріп жатырмын. Енді арғартай соны қолдануларын керек, сендер арғартай кішкене үйренулерін керек. Яғни дайын нәрсені көшіріп отыра беруге тағы да болмайды екен. Қараңдар балалар, бізде білу кезеңі бірінші есепті шығар дейді. Жарысқа әр топта 6 адамнан 3 ұлдар тобы және 9 қыз келді. Жарысқа барлығы неше бала келді? Өте оңай есеп, екі амалмен шығады. Құрама есеп. Мен мына жерде сұлба берілген, дайын сұлба. Дайын сұлбаға барлық мәліметтерді қойдым, шешуін көрсеттім. Бұл жерде бәрі дайын тұр. Тек қана есептеп шығарып, жауабын толық дұрыстап жазуларын керек. Сол кезде бұл білу кезеңінен өтесіңдер. Келесі түсіну кезеңі. Жаңағы алдындағы білу кезеңіндегі есеп бар ғой балалар, соған кері есепке сәйкес сұлба таңдап оны шығар. Енді соған мына жерде қай сұлба кері есебіне сәйкес келеді, соны таңдаймыз. Бұл бізде бірінші сұлба сәйкес келмейді, екінші сұлба сәйкес келеді. Себебі бұл жерде жаңа бірінші есепте білу кезеңінде қыздар саны белгілі болғанда барлығы белгісіз болған. Енді бұл жерде қыздар саны белгісіз да барлығы белгілі жасадық. Мен бұл жерде де сұлбаға қойдым барлық мәліметтерді, шешуін жазып қойдым. Тек қана сендерден есептеп жауабын жазуларын керек. Келістік пе балалар? Өте оңай. Бұл жер өте оңай. Келесі. Енді қолдану кезеңі. Бұл жерде мұқият болыңдар балалар, мені мұқият тыңдаңдар. Бұл жерде есептердің шешуін тап дейді. Бізге 3 түрлі есеп берілген. Оның астында 4 түрлі жаңағы не тұр? Есеп тұр, 4 түрлі шешуі берілген. Енді бізге мына сәйкестендіру керек. Мысалы, мен қасына бірінші есеп, екінші есеп, үшінші есеп деп жазып қойдым. Енді қараңдар, мына бірінші есептің шешуі қайсы, соны сәйкестендіруіміз керек біз. Екінші есептің шешуі қайсы, соны сәйкестендіруіміз керек. Келістік пе? Енді қараңдар, бұл жерде бірінші Санжардың 9 қарындашы бар. Ал Ләззаттың қарындашы оған қарағанда 3 есе артық. 9-ды 3-ке көбейтеміз, яғни оларда барлығы неше қарындаш бар. Яғни 9-ды 3-ке көбейтіп аламыз да, содан шыққан санды қайтадан 9-ға қосамыз. Бұл бізде екінші шешуі, екінші нөмірлі шешуі болып тұрады. Астында қараңдар, мені 1 деп екеуін сәйкестендіріп қойдым. Қай жерде 1 деп тұрса, екеуінде де. Яғни ол бірінші есептің шешуі болғаны. Мен бұны тауып бердім сендерге. Енді қараңдар, Санжардың 9 қарындашы бар.
бұл ләззаттың қарындашына қарағанда 3 есе артық. Енді бұл қарандар жанама сұрақпен берілген. Оларда барлығы неше қарындаш бар? Яғни 9-ды 3-ке бөліп аламыз да, оған қайтадан 9-ды қосамыз. Бұл бізде мына астында 2 деп тұрған, 2 бір-біріне сәйкестендіреміз. Мына екінші есеппен мына 2 деп мен астына басқа нөмір қойып қойдым. Сол шешуі бір-біріне сәйкес келеді. Енді мына 3-ті өздерің табасыңдар. Бұл жерде қарандар, Санжардың 9 қарындашы бар. Бұл Ләззаттың қарындашына қарағанда 3 есе кем. 3 есе кем. Санжардың қарындашына қарағанда Ләззаттың қарындашының нешеуі артық? Нешеуі артық? Қарандар, балалар, енді бұл тағы да жанама сұрақпен беріліп тұр. Енді осыны шығарасыңдар. Бұл мына жерде 2 шешуі бір есеп қалды. Осы шешуінің қайсысы мына есепке сәйкес келеді, соны ойланыңдар. Мұқият, балалар, түсінбесеңдер, қатты нетпей тұрсаңдар, шешуіне жете алмай тұрсаңдар, мұқият сендерге есепті бірнеше рет оқуға кеңес беремін. Бірнеше рет оқыңдар есепті. Ол қанша қарындаш, қайдан шықты, есе кем деген соның барлығына назар аударыңдар. Сол кезде түсінетін боласыңдар. Балалар, мына оқыған нәрсені түсіну деген ол өте керемет нәрсе. Оқыған нәрсені түсінген адам ол арғартай не істеу керек екенін біледі, Ал түсінбеген адам ол арғартай есепті не істеу керек екенін білмейді. Жақсы, келесі. Бізде талдау кезеңі. Бұл жерде де балалар, қарандар, мына жерде бір есеп берілген, бірнеше астына өрнектер берілген. Сол өрнектің әрқайсысын шешу арқылы мына есептің қай бөлігін біле аламыз, қандай белгісіз дүниесін біле аламыз мына жерде. Соны қазір жасайтын боламыз. Қарандар, үстелде 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше жатыр. Оларды әр қорапқа 6 текшеден бөліп салу керек. Енді қарандар, бұл есеп, бұл жерде сұрағы ештеңкесі жоқ, бірақ осы жерге есептеуді орындай отырып сен нені біле аласың дейді. Міне қарандар, мен екеуін жаздым, екеуін сендер табасыңдар. Мысалы 30-ды 5-ке бөлетін болсақ, міне 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше, яғни жасыл текшенің біз санын білмейміз. Бірақ ол ана қызыл текшеден 30-дан 5 есе кем екенін білеміз. Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз, 6 шығады. Біз бұл жерден жасыл текшенің санын білеміз. Енді арғартай 36-ны 6-ға бөлеміз дейді. 36-ны 6-ға бөлу арқылы біз, қарандар, міне 30-ды 5-ке бөлеміз, 6 шығады ғой. Енді барлығын тауып алуымыз керек. 30-ға 6-ны қосамыз, 36 болады. Енді 36-ны 6-ға бөлеміз. Барлығы, яғни қызыл текше мен жасыл текшені бір-біріне қосқанда 36 текше болады. Оны 6-ға бөлеміз. Сол кезде бізге қанша қорап керек? 6-6-дан салған кезде қанша қорап керек? Соның санын білеміз. Яғни қарандар, барлық текшені 6 текшеден бөлсек 6 қорап керек екенін білеміз. Жақсы. Енді міне 30-ды бөлеміз 5-ке, оны бөлеміз 6-ға. Бұл жерден біз нені білеміз? Соны жазасыңдар. Одан кейін 30-ға қосамыз, 30 бен 5-тің бөліндісін. Осы жерден нені білеміз? Соны арғартай өздерің жазыңдар. Ол да оңай деп ойлаймын. Түсінбесеңдер, мен сендерге қайтадан кеңес беремін. Мұқият оқып шығыңдар, шешуіне қараңдар, қалай жазылған, не жазылған, нені біліп тұрмыз, нені тауып тұрмыз. Мұқият болыңдар, балалар. Келесі. Жинақтау бөлімі. Бұл жерде сұлба және санды мәліметтер бойынша есептер құрастыр дейді. Мына жерде сұлба берілген, санды мәліметтер берілген төбесінде. Мен оны дайындап қойып қойдым. Қарандар, міне сұлбаға қойып қойдым санды мәліметтерді, шешуін жазып қойдым. Жауабын өздерің жаза саласыңдар. Есептейсіңдер, жауабын жазасыңдар. Болды. Бұл жерде түк те қиыншылығы жоқ. Келесі, бағалау кезеңі. Бұл енді соңғы кезең, балалар. Бұл жерде қарандар, есептің шешуінің дұрыстығын тексер. Дұрыс шешуі мен жауабын жаз. Қарандар, себетте 15 алма және алмадан 5 есе кем алмұрт бар. 5 есе кем. 15-ті 5-ке бөлеміз деген сөз. Алмұрт алмаға қарағанда неше есе кем? Оп-оңай есеп. Мен
жауабын айтып та қойдым. Жақсы, енді қараңдар балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Мен сендерге қайталап айтамын, кейбір видеоларымда қателік кетіп қалса, мен қателігімді біліп, бірден оны закрепленный комментарийға жазып отырамын. Соған көңіл аударыңдар. Кейін уақытым болған кезде мен ол видеоны қайтадан салатын боламын жөндеп. Енді балалар, осымен видео соңына дейін жетті, аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Менің каналым ұнап, менің видеоларым сендерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңа айта жүріп лайк басуды ұмытпаңдар, және комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Сендердің пікірлерің мен үшін өте маңызды. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.